бәленбай миллионға қарызға кіріп кеткен адам болатын болса, значит, ол адамда сол қарыздан құтылуға потенциал бар. Бойында, яғни бір өнері бар, соны шығару керек сияқты. Бұл жерде бар ғой, былай ғой, насихат. Мүмкін сол потенциалын қолдана алмай жатыр ма? Қолдана алмай жатыр. Менің ұстазым деп айтсам болады, Саидмурат Раджабович киносын шығарды ғой, 1 миллион деген кинодан алғаным. Күні бүгінге дейін соны пайдаланатыным. Бір эпизод бар, үйіне келеді ғой. 1.800.000 қарызға кіреді ғой. Соны айтып отқан кезде шешесі естіп қалды да. Біреуге қарыз болып қалдым ба балам дейді ғой. Я бама дейді, қарыз болып қалдым дейді. Қанша $1000 қарызға кірдім ба дейді ғой. Сонда ана үшін $1000 көп болып тұр да. Менде жиған терген $1000 бар, берейін саған дейді ғой. $1.800.000 дейді ғой. Анасы шығып кеткен. Шамалы уақыттан кейін келіп, балам, мен сені сондай деңгейге өсіп кетті деп ойламаппын бүгінге дейін. Соншама адам саған сеніп тапсырса ақшасын, есептеді, жоспарлады, елдің ақшасын қайтарды.